көпшілігінің қоятын сұрағы, енді бұл сұрақты мүлдем қоймас үшін осы жерге үлкен қылып жазып қоям. Қазақ жоқ па, қазақ жоқ па деген сұраққа. Енді мен де тілемеймін ғой Алладан. Мен әке-шешемнен ұзақта тұрайын, мен басқа бір бөтен ұлтқа тұрмысқа шығайын деп тілеген жоқпын. Алла тағала маған осы адамды бұйырып тұр енді. Осы адамды маған лайық көріп тұр. Ол жерде мен оның мүлдем сен басқа ұлтсың деген ондай көзқарас болған жоқ менде. Менде ол адамның деген адамгершілік қасиеті, маған деген құрметі, сыйластығы болып тұр бұл жердегі мәселе. Енді менде басқа ұлтқа тұрмысқа шығатын болғаннан кейін өзіңде мысалы көп қиыншылық болады, мысалы салт дәстүр жағынан, мәдениет жағынан қиыншылық, мысалы элементарный тамақ жасаудың өзі маған қиындыққа соған еп тұр. Өйткені мен түрік тамақтарын білмеймін, мен постоянно қазақ тамақтарын жасамайтын боламын, мен түрік тамақтарын да жасауым керек, зона комфортамнан шығуым керек болады, басқа да дүниелер танып білуім керек. Мысалы енді айта берсең көп, енді мен өзімде тілеген жоқпын, мен өзім әке-шешемнен ұзақта жүрейін, бауырларымнан ұзақ болайын деп. Сондықтан енді осы адамды қалап тұрмын, жүрегім қалап тұр. Енді Алла тағала осы жанды маған бұйырып тұр. Сондықтан Алланың шешіміне ешкімде қарсы бола алмаймыз. Енді айтатын адамдар айта берсін. Енді главный бақытты болсақ, бір-бірімізді түсінсек, бір-бірімізді сыйласақ, главный сол.